Açtık bugün tәуелсіздік түндігін, оқушылар қуанатын күн бүгін. Өткені бүгін қуаныш, бүгін дүбірлі думан, бүгін ерекше күн. Өткені тәуелсіздік күні. 16 желтоқсан тәуелсіздік алған күн, ерекше боп мәңгілік ел жадында қалған күн. Жасай берші ұлы күн, үміті боп елімнің, ақ күні боп ананың, шаттығы боп баланың. 16 желтоқсан елдің ұлы мейрамы, демекші бүгін бізде тәуелсіз елдің білімді ұрпақтары деген салтанатты тәрбие сабағымыз. Әнұраным, жанұраным, айтар әнім, сөйлер сөзім, туған жерім, сағынарым, мәңгі бақи шырқалады демекші әнұран. Тәуелсіз мемлекет Қазақстан Республикасының әнұранын шырқалады. Алтын аспаным, алтыннан даласы, ерлігін дастаны, елімен қарашы, ешеген ертеңіз дамымыз шықты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Менің елім, менің жерім, гүлің болып, еліңнің жырың болып, төгіледі елім, туған жерім менің, Қазақстаным. Ұрпаққа жоласқан, келбай жерім бай, бірлігі жарасқан, тәуелсіз елім бай, асаған. Бүгінгі тәрбие сабағымыздың ары қарай жалғасы сендерге жоспар бойынша бәйге бөлімі екенін білесіңдер. Бәйге бөлімі бойынша сендерге сұрақ қойылады. Сендер қол көтеріп, екі топ жауап берулерің керек. Жарай ма? Түсінікті ғой? Еліміздің оңтүстік астанасы. Алматы. Қай топ? Алматы. Алматы. Екінші, Астана қаласының символы не болып табылады? Бәйтерек болып табылады. Еліміздің тәуелсіздік алған күні қай күн? 1993. Қолымызды көтереміз. 1916 желтоқсан. Қай жылы? 1991 жылы 16 желтоқсан. Дұрыс айтасың. Отыра ғой. Келесі, елбасымыздың мамандығы не болды? Елбасымыз кезінде қандай мамандықта оқыды? Кім айтады? Қолымызды көтеріп жауап береміз. Қай топ? Инженер металлург. Инженер металлург қызметінде мамандығында оқыды. Яғни балалар естерінде болып жүрсін. Ал балалар, біздің